Құрметті ағайындар, қашықтықтан оқу технологиясының дамуы біздің білім алуымызға зор үлесін қосуда. Жан-жақты әлемдік ақпарат кеңістігінен ақпарат алуымызға, ғылыми шығармашылық жұмыстарымызды жетілдіруге және де үйде отырып білім алуымызға барлық жағдай жасалуда. Көк туы желбіреген егеменді елімізде 130-дан астам ұлт өкілі тұратыны баршамызға аян. 1 мамыр халықтардың бірлігі күні. Ынтымағы жарасқан елімізде үлкен мереке. Қандай да болмасын қиындықтарға қарамай, індеттің алдын алып, жеңуге тырысқан ынтымақты елдің ұландарымыз. Бірлік бар жерде тірлік бар дегендей, бірлескен жұмыс арқылы бәрін жеңіп, бірлігіміз нығайып, достығымыз күшейе түспек. Біз біргеміз, бәрінде жеңеміз. Әрқашан әсем ән мен тәтті күй көңілдеріңізді шаттық пен қуанышқа бөлесін. Құрманғазы атындағы САС колледжі халық аспаптары бөлімінің ұйымдастыруымен мерекелік бейнежазбамызды қабыл алыңыздар. Мейрам құтты болсын!
етегін еріп жалғаннан қалаға жедел жетіппіз, артынан жүріп арманым ауылдан шығып кетіппіз. Арайын төбі аспанын араласам да жер-жерді, атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді. Қонатын көлдің бетіңе түнгі аспанымда сағындым, түнейтін соның шетіңе құрдастарымда сағындым. Жусаны жопар ауылмен көшенің соның сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Жусаны жопар ауылмен көшемнің шаның сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым.